Бүгінгі видео сабақта мен сіздерге дәл осы көріп тұрған фотодағы кәжекей мен тақияны қалай тігілу керек үйрететін боламын. Қараңыздар, тақиялар уже дайын. Мына әшекейлермен сәндейтін боламыз. Тақиялар уже тігіліп қойылған. Енді соны қалай сәндейміз, үкіні қалай тағамыз, сол да үйретілетін болады. Дәл мынау көріп тұрған матаңыздан мынандай дайын лекаладан кәжекей тігуді үйретемін. Ал дайын лекаланың PDF форматтағы үлгісі беріледі. Телеграм каналға салып қойдым. 1 мен 12 жас аралығына дейін лекаланы тегін ала аласыздар. Осы видеоның астында сілтемесі бар. Қараңыздар, PDF форматтағы лекаланы алғаннан кейін мына жердегі 5x5 деген сантиметр негізгі параққа қарайық. Осы жердегі 5x5 деген сантиметрге тең болу қажет. Енді айналасына қараңыздар. Айналасында қырқылатын өзінің орындары көрсетіліп қойған. Бірінші парақты қойғаннан кейін екінші парақта дәл осы жерді кесіп тастап, мына жердегі үш бұрышты бір-біріне сәйкестендіріп жабыстырамыз. Ал енді одан кейін үшінші парақты аламыз. Үшінші парақты да алдыңғы жағын кесіп тастап, осы үш бұрышты бір-біріне жабыстырамыз. Жоғары жақ үш парақтан, астыңғы жағы тоже үш парақтан тұрады. Енді астыңғы жағында дәл осылай артық жерлерін қырқып жабыстырып шығамыз. Толық жабыстырған кезде міне осындай болып шығады. Мына жерде қараңыздар, үш бұрыштары осылай бір-біріне сәйкес болуы қажет. Сол кезде сіздің лекалаларыңыз дұрыс шығады. Енді осыны қырқып аламыз. Қырқып алғаннан кейін матаны екіге бүктеп, артқы бойды осылай тұтас қоямыз. Алдыңғы бой полностью кесіледі. Және астарын қараңыздар, басқа бөлігі. Осыны айналдыра кесіп аламыз. Ал артқы бөліктің ортасы именно осы жері тұтас болуы қажет. Енді осыны айналдыра кесіп шығамыз. Кесіп шыққанда астар бөлікті де тура осымен бірдей етіп жасап аламыз. Міне барлығы. Артқы жағын қараңыздар, мынау етек бөлігі. Міне барлығы осылай пішілді. Артын қараңыздар. Артқы бөлікті тұтас дедім, осылайынан ашқан кезде тұтасынан болып тұрады. Астары да бар, негізгі матадан жасалынды. Және алдыңғы бөлікте сондай астарымен қатар бірдей. Енді басқаның ортасы тұтас. Астармен жасасаңыз болады. Бұл видеода астарсыз тігу жолын көрсететін боламын. Енді тігіске кіріспес бұрын қараңыздар, мынандай лента қажет болады. Дәл осы лентаменен әшекейлейтін боламыз. Лентаны өйстіп өзіміз алдыңғы жағына 2 сантиметр қалдырып тігеміз. Тура ортасында үш бұрыш етіп осы жері бүріліп тігіледі. Қазір оны келесі видеода көрсететін боламын. Соңына дейін енді айналдырып тігіп аламыз. Мен бір қатар емес, екі қатар лента түсірдім, осылай әдемі болып көріну үшін. Енді иық тігістерін қосып тігеміз. Иық тігістерін осылайынан тігіп аламыз. Артық жерлерін барлығын кесіп алып тастадық. Енді ішкі жағы міне мынандай. Астар бөліктіңде иық тігістерін қосып тігіп алып, енді оң бетіменен негізгі матаның да астар матаның да оң бетін бір-біріне біріктіріп айналдыра тігіп шығамыз. Айналдыра тігіп болғаннан кейін қараңыздар, мына шетін барлығы осылай тігілгеннен кейін орталарын кесіп шығамыз. Енді оң бетіне аударып, жақсылап үтіктеп аламыз. Қараңыздар, аударып осылайынан үтіктейміз. Үтіктеген кезде міне барлық шеті осылай аккуратно өте әдемі болады. Енді біз жеңді айналдыра тігуіміз қажет. Ол үшін оң бетін беттестіріп, тоже теріс жақ бетінен айналдыра тігеміз. Осылай тіккен кезде араларын міндетті түрде кішкене кесіп шығамыз. Ол оң бетіне аударылған кезде мата жатық әдемі болу үшін қажет. Енді оң бетіне аударайық. Тура мынау иықтың ортасынан қолымызды кішкене өткізіп, осы жер кішкене қиын сияқты көрінуі мүмкін, бірақ өте оңай. Осылайынан екінші жақ бетін алып аударамыз. Оң бетіне аударған кезде мына ұштарын осылай іш жақтан қолмен ұстап, жаймендеп қолмен тартып көмектесеміз екінші қолмен. Сөйтіп оң бетіне аударамыз. Видеода кішкене қиын сияқты көрінуі мүмкін, өмірде негізі өте оңай. Аударғаннан кейін жан жақ беттерін дұрыстаймыз осылайынан. Екінші арт жақ бөлігінде дұрыстаймыз. Енді жан бөлігін тікпей тұрып, алдыменен жақсылап үтіктеп аламыз. Енді екінші жақ бетін аударайық. Аударып болғаннан кейін қараңыздар, жақсылап үтіктеген кезде өте аккуратны болады. Енді бізге жан тігісін тіге салу қажет. Жан тігісін тіккен кезде оң бетін беттестіріп, теріс жақ бетінен тігеміз. Сол кезде ішкі жақ бетінде де ешқандай тігіс болмайды. Мына тігістер ортада аккуратно бірдей болып шығады. Қараңыздар. Міне полностью әдемі болды. Енді етек бөлігін тігуіміз қажет. Етек бөлікті оверлокпен тігіп алу қажет. Негізі мен асығыс болғандықтан бірден машинамен осылай айналдыра тігіп шықтым. Айналдыра тігіп болғаннан кейін енді дәл артқы бөліктің ортасында басқаны белгілейміз. Алдыңғы жағын осылай белгілейміз. Астар бөлікті қоспай
осылайынан белгілеп аламыз. Екінші жақ бетінде осылай инеменен қыстырып белгілеп аламыз. Енді орта бөліктерінде инеменен осы қолмен көрсетілген жердің барлығын инемен қыстырып шығамыз. Қараңыздар, осы жерден 1 сантиметр ара қашықтықта астарды қоспай өзін негізгі матада тігіп шығамыз басканы. Міне екінші жақ беті. Енді біз әдемі болып шығу үшін мынау астар жақ беті емес, қараңыздар, негізгі мата, яғни жоғарғы жақтағы мата жақ беттен 1 сантиметр ара қашықтықта тігеміз. Сіздерде осылай тігу барысында астыңғы баска кішкене үлкен болуы мүмкін. Кішкене үлкен болып тұрса, ол жерді осылай чуть қолмен матаны тарту арқылы тігіп жібереміз. Сол кезде өте аккуратны болып шығады. Еш жерінде сборка болмайды. Барлығы белмен сәйкес әдемі болып шығады. Енді бізде соңғы жұмыс қалды. Ол соңғы жұмыс біздің астар бөлігімізді тігу. Яғни мынау тігістердің барлығын жасырын етіп жасауымыз қажет. Оны қалай жасаймыз? Енді мынау басканы теріс қарай қаратып, екі астар бөлікпен негізгі матаның ішіне тығып жібереміз осылайынан. Міне осы шетінен бастап жаңаға тіккен тігісті ұстап, ортада кішкене жер қалдыра айналдыра тігеміз. Тігіп болғаннан кейін міне осы жерден оң бетіне қарай аударамыз. Оң бетіне осылайынан аударып шығамыз. Кішкентай ғана жер болғандықтан кішкене шығу қиындау болады. Асықпай, жыртып жібермей аккуратны аударамыз. Бұрышын тексереміз. Алдыңғы бөлік қалай шықты? Міне өте аккуратны болған. Енді екінші жақ бетін шығарамыз. Екінші жақ бетінде көреміз, алдыңғы жағы қалай шықты. Барлығы нормальный болғасын, осы жерді қолмен көктеп тіге саламыз. Соныменен біздің кәжекейіміз дайын. Қараңыздар, полностью киген кезде өте әдемі. Енді алдын өздеріңіз қалаған тастарменен осылай әшекейлей берсеңіздер болады. Алдын жабылық болу үшін ілгек ілеміз. Енді сіздерге тақияның тігілу жолын көрсетейін. Тақияның пішілу видеосы басқа видеода бар. Мүмкін болса астына белгілеп кетем сілтемесін. Енді тақияны тігіп болғаннан кейін осындай әшекеймен лентаменен, яғни әшекейлеуді жөн көрдім. Негізі бұл лентаны жаңағы жоғарғы тақияны біріктірмей тұрып тігу қажет еді. Негізі мен ұмытып кетіп, соңынан тіккендіктен тігістері осындай кішкене қисық болды. Ұмытып кеткеннен кейін ішінен осылай инелермен қыстырып, инелердің ара қашықтықтарын сәйкестендіре отырып, асықпай екі бетін қарап отырып тіктім. Соның өзінде менде осындай қисықтар кетті. Сол үшін бірінші негізі нені тігіп аламыз? Лентаны, содан кейін барып тақияның үш дөңгелегімен жанын біріктірсеңіздер әдемі болады. Енді әшекейлеуге кірісейік. Мен негізі осындай тиындармен, сымдармен әшекейлеген жақсы көремін, себебі өте әдемі және богатый етіп көрсетеді киімді. Кішкене сіздің уақытыңызды алуы мүмкін. Міне мен қолымдағы секілді плапсагупцы алып алсаңыз өте жақсы болады. Істеген кезде сәндегенге көп көмегін тигізеді. Қазір сіздерге кішкене көрінбей тұрған болуы мүмкін. Қазір тағы да түсіндірем. Осылай сәндеп жатырмын. Толық нұсқасы міне бізде осындай болады, және төбесіне үкі қоятын болам. Енді қазір осыны өздеріңіз қалаған үлгіде сәндесеңіздер болады. Бұл жерде мен енді кішкене көбірек етіп жасауды жөн көрдім, бірақ қызым артына да жасап беруді сұрады кейіннен. Енді қараңыздар, мына түймені тиындарды осылайынан ортасынан қыстырып, мына плапсагусының көмегімен осылай қыстырып, сымдар арқылы бір-біріне біріктіреміз. Сол кезде өте әдемі болады. Төбесіне тіпті мен осындай моншақтарды тігіп шықтым тастарда. Міне тағы біреуін көрсетейін. Осылайынан қысып сәндейміз. Осы плапсагусының көмегі өте көп тиді. Міне мына моншақтардың барлығы осы тақияны сәндеуге арналған. Енді төбесіндегі үкіні қалай қондырамыз, соны көрсетейін. Төбесіндегі үкіні қондыру үшін осылай қанша үкі болса да бір-біріне орап алуымыз қажет. Мына жерде менде 3 үкімен жасалынды. Енді қазір көрсетейін. Орай үшін фетрді осылайынан қырқып аламыз, және астыңғы жақтары міндетті түрде кесілу қажет. Ол не үшін екенін қазір видеода түсіндірем. Және тура ортасын тесіп,
қырқып соның ішінен өткіземіз. Енді мынау кесіліп тұрған жерлерді ашып осылай клейменен жабыстырып тастаймыз полностью. Сол кезде біздің неміз әдемі болып тұрады. Сырты аппақ болып тұрмас үшін матадан кішкене кусок кесіп айналдыра осылай қаптап шығамыз үкінің астындағы ұстап тұрған матаны. Осылай айналдырып қаптаған кезде міне үкіміз өте әдемі, кәжекейіміз барлығы әдемі болып шықты. Видео ұнаса лайк басып комментарий қалдырып кетіңіздер. Және дәл осы лекаланы осындай қысқа кәжекей тігу форматында пайдалансаңыздар болады. Тақияны осылай азғантай әшекейлермен де әшекейлеуге болады.